Bismillah. Bugun babul awamil ad-dakhilati ala al-mubtada'i wal khabar. Mubtada және xabarga kirетін әсер етушілер. Wa hiya thalathatu ashya. Ular 3 дейді. Birinchisi kana wa akhawatuha. Kana және оның бауырластары. Fa innaha tarfa'u al-isma wa tansibu al-khabar. Kana wa akhawatuha есімді марфу қылады, яғни раф қылады, және хабарды насып қылады. Біріншісі kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sara, laysa, ma zala, man fakka, ma fati'a, ma bariha, ma dama. Осы аталған етістіктер оларды кей кезде навасих дейді, кей кезде навақис, яғни нақис дейді. Яғни олар насих қылады үкімді. Мубтада марфу, хабар марфу екенін өттік қой. Соған кіріп ол үкімді өзгертеді. Яғни кана зейдун мучтахидан, яғни мубтаданы исму кана қылады, мучтахидан хабару кана қылады, яғни мансуб қылады. Олар сондықтан оларды насих деп атайды. Кана дегеніміз ол есімнің мубтада немесе есімнің хабарда өткен шақта болғанын білдіреді. Мысалы, кәна әл-барду шадидан, күн суық болды өткен уақытта. Кәна біздерде фе'л нақис, насих, әл-барду исму кәна, ва аламату раф'ихи ад-дамма. Шадидан хабару кәна мансуб, ва аламату насбихи әл-фатату ад-захира. Келесі әмса. Әмса біздерде кешкі уақытта болғанын білдіреді. Әмса зейдун закиран, яғни зейд кешкі уақытта не болды? Қайталады, яғни зікір айтты немесе қайталады. Әмса зейдун наиман, немесе яғни ол кешкі уақытта ұйықтады. Әмса кешкі уақытты білдіреді. Асбаха таңғы уақытты білдіреді. Мысалы, асбаха аль-барду шадидан, таңғы уақытта ауа райы салқын болды. Келесі адха біздерде духа уақытында, яғни таңғы уақыттан, таңғы намаздан түскі уақытқа дейін уақытты духа уақыты айтады. Мысалы, адха зейдун нашитан, яғни зейд жаңағы аталған уақытта тал болды. Залла ол күндізгі уақытты айтады. Күндізгі уақытты. Залла зейдун саиман, күндіз зейд ораза ұстады, ораза ұстаушы болды. Бата түнгі уақытты білдіреді. Мысалы, бата зейдун мусаллиян, зейд түнде намаз оқушы болды. Бата. Келесі біздерде сара. Сара ол біздерде тахауул. Яғни тахауул исм мин хала иля хала. Яғни бір жағдайдан екінші жағдайға ауысып кетудің мағынасын береді. Сара. Мысалы, сара ал-аджину хубзан, қамыр нан болды. Сара ал-аджину хубзан, қамыр нан болды. Лайса біздерде нафи мағынасын береді, яғни жоққа шығарады. Мысалы, лайса зейдун мучтахидан, зейд мучтахид емес деген мағына. Аталған кәна, әмса, асбаха, адха, залла, бата, сара, лайса ешқандай шартсыз есімді марфу қылады, хабарды мансуб қылады. Ал ма зала, ман факка, ма фатиа, ма бариха олардың шарттары не? Мә деген келу керек, яғни өздері зәлі, фатиа, бариха, инфакка деген етістіктерге мә кірген кезде ғана жұмыс жасайды. Және оның мағынасы әл-истимрор, үнемділікке көрсетеді, үнемді, жалғасып тұрған амалдарға көрсетеді. Мысалы айтатын болсақ, мә зәлі зейдун мучтахидан, яғни зәйд әлі де ынталы, мә фатиа, мә бариха, мән факка зейдун мучтахидан, әлі де үнемі зәйд мучтахид. Енді мәдама бір уақытқа көрсетеді. Мысалы, мәдумту мучтахидан, ау мәдама зәйдун мучтахидан, яғни зәйд мучтахид болған уақытта, яғни кезінде. Мәдама біздерде үнемділікке, яғни уақытқа көрсетеді. Мәдама зәйдун мучтахидан әй Уфиду баянын мудда, уақытын баяндайды. Мәдумту саиман, мәдама зайдун мучтахидан. Демек біздерде кәна ва ахватуха есімді марфу қылады, хабардан насып қылады. Келесі астындағын оқимыз. Ома тасаррафа минха наху кәна ва якуну ва кун ва асбаха ва юсбиху ва асбих. نقول كان زيد قائما
وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. Yani жоғарыда аталған кәна ва ахаватуха оны жаңағыдай сарфталатын, яғни мады, мудари, әмір кезінде де айтылуға болады. Мысалы, кәна зейдун қаиман, якуну зейдун қаиман, кун қаиман. Мады, мудари, әмір кезінде де. Дәл солай әмсә, асбаха, атха, залла, бәті, сара. Ал ләйсәдә ол өзі сондай келген сөз, оның мады, мудариға жоқ, ол жәмет. Мә зәлі мән фәккі мә фәтиха мә бәриха, оларда мудариға келеді. Мә язалу, мә янфәкку деген секілді. Келесі инна ва ахаватуха. Фә иннаха тансыбыл исм ва тарфаул хабар. Инна ва ахаватуха кәнаға қарама-қарсы. Яғни ол есімді насып қылады, және хабарды раф қылады. Олар инна, әнна, ләкинна, кәәнна, ләйті, ләалла. Енді мағыналарын өтеміз астында. Ва мағына инна ва әнна литаукид. Яғни инна мин ва әнна күшейту мағынасын біледі. Мысалы, инна зейдан мучтахидун. Инна біздерде харф насып литаукид. Зейдан اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. مجتهد خبر إن وعلامة رفعه، يعني خبر إن بزرد مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. يعني أن سوزن ورtasında keledi. Мысалы, علمت أن زيدا مجتهد سوزن ورtasında келсе أن, сөздің басында келетін болса инна. Екеуінде амалдар мен мағыналары бірдей. Валакинна алил-истидрак, яғни лил-истидрак бірақ деген мағынасын білдіреді. Яғни алдың айтылып жатқан мағынаға толықтырулар енгізеді. Бірақ деген мағына. Мысалы, жаа зейдун лакинна бакран лам яджи. Яғни зайд келді, бірақ бәкір келмеді. Лакинна біздерде истидрак бірақ деген мағынаны білдіреді. Келесі кәанна біздерде тәшбih, ұқсату мағынасын білдіреді. Кәанна зейдан асадун. Кәанна зейдан асадун. Зейд арыстан сияқты, ұқсату. Ва ләйта литтаманни. Ләйта дегеніміз оны бір армандау, қиын, мүмкіншілігі қиын, немесе мүмкін емес нәрсені армандаса, соны ләйта дейді. Ләйта шабаба яуду. Жастық шақ қайтып келсе ғой. Мысалы, зейд жаттау қабілеті әлсіз, ол кезде айтамыз ләйта зейдан яхфал, яғни зейд жаттаса ғой деп, егерде ол қиын болса. Келесі ләалла литтараджи ва таваққу. Ат-тараджи яғни жақсы нәрсені үміттену, ат-таваққу кейіншек, үрейлену, қорқу деген мағына, үрейлену. Мысалы, тараджи ләалла зейдан сахихун, яғни егер ауырған болса сәлимун, ләалла зейдан сахихун сәлимун, зейд денсаулығы жақсы шығар, яғни ат-тараджи. Таваққу керісінше ләалла зейдан маридун, яғни үрейленіп айту, ләалла зейдан маридун. Ләалла біздерде инна ва ахаватуханың, яғни ахавату бауырласа. Түсінікті астында яқулу инна зейдан қаимун وليت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. يعني إن زيدا قائم، إن بزرد حرف ناصب والتوكيد، زيدا اسم إن منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة، قائم خبر إن مرفوع علامة رفعه الضمة. وليت حرف نصب للتمني، عمرا اسم ليت علامة نصبه الفتحة الظاهرة. شاخص خبر ليت وعلامة رفعه مرفوع وعلامة رفعه الضم وما شابه ذلك. تسوي басқаларында. Үшіншісі мубтада мен хабарға кіретін үшіншісі ол ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدا والخبر على أنهما مفعولان لهما. يعني ظننت وأخواتها екі مفعول به жасайды. Yani mubtada xabarға кіреді де екеуін маф'ул бихи қылады. Ол мубтаданы хабарды да мансуб қылады деген сөз. Донанту фи'л мади мабни аля сукун, мабни аля сукун. Ла махалла лаху мин ал-i'раб. Ат-та донанту деген кезде дамир муттасил мабни аля дам фи махалли раф'i фa'ил. Зайдан маф'ул бихи awwal. منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.
قائما مفعول به ثاني وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. Tushunukli. ظننت زيدا قائما. Kelesi ورأيت عمرا شاخصا. Dal solay رأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. Ayta ketетін нәрсе ол ظن وحسب وخال وزعم 4 етістік біздерде ظن мағынасын береді. Яғни ظن ойлау мағынасын береді. Мысалы ظننت الفجر قريبا حسبت العمل شاقا. Мысалы خلت الشجرة مثمرة زعمت السفر سهلا. Яғни ойлау мағынасын береді. Ал رأى وعلم ووجد біздерде яқин мағынасын береді. Яғни білім мағынасын. Анық біліп тұрған. Мысалы رأيت زيدا مجتهدا علمت زيدا مجتهدا ووجدت زيدا مجتهدا. Яғни анық біліп тұрған кезде айтылады. Келесі біздерде иттахаза және жаала біздерде ат-тахвил ва тасғир мағынасын береді. Бір халден екінші бір алып алу, ауысу деген мағынада. Мысалы мен иттахазту зайдан сахибан. Мен Зайдты дос қылып алдым, яғни алып алдым. Соны дос болып қалды енді бұл. Дәл солай жаала, жаалту зайдан мужтахидан. Мен Зайдты өзіме садиқан, мысалы жаалту зайдан садиқан. Зайдты өзіме дос қылып алдым. Яғни иттахада ва жаала тахвил ва тасғир мағынасын береді. Ал самиату кейбір куфа ғалымдары самиа екі мафул бихи жасайды дейді. Мысалы самиату зайдан яқулу. Бірақ көпшілік ғалымдар фал ал-хавас дейді етістіктері бір ғана мафул бихиді талап етеді дейді. Яғни оларды абсара ва зақа ва ламаса яғни олар тек қана бір ғана мафул бихиге ауысады дейді. Мысалы тақулу ظننت зайдан қаиман ва раайту амран шахисан ва ма ашбаха залик. Түсінікті. Осы жерден аяқтаймыз.